Сәлем құрметтім, сіздің алдыңызда психолог, сарапшы маман, мен Эльвира Ерғалина, және бұл көлеңке жобасы. Біз өзіміз мойындай бермейтін, бізге кедергі болатындай көрінетін, өзіміз үнемі қашатын, өзгелерден тығуға тырысатын, бірақ құтыла алмайтын көлеңке тұсымызды бүгін әдемілеп тұрып талдаймыз, саралаймыз, бәрін орын-орнына қоямыз. Себебі көлеңкелі тұсымыздың бізге берер ресурсы бар. Қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Сізден бастайық, иә? Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Есімім Балғаным. Осы Алматы қаласының тумасымын. Негізгі мамандығы мұғалім. Қай пәннен? Мектепалды даярлық. Бастауыш сынып мұғалімі, негізі мектепалды даярлық топ мұғалімімін. Қазір оқу орталықта жұмыс жасаймын, частный центрда. Жұмыс жасап жатқаныма 8 жылдай болды. Қандай запросыңыз бар? Запрос менде осы өмірдің мәнін түсіне алмай кеттім. Осы жақын арада уже көп болды. Бір айдай болды ма, кәдімгі шаршаңқы, өзімді шаршаңқы сезінемін. Мысалға, ұйықтап тұрғанда энергиялы болып тұрасың ғой, ал менде ондай жоқ. Таңертең тұрғанның өзінде кәдімгі шаршау, мүлдем энергия жоқ. Өзім түсіне алмаймын. Не болған түсіне алмаймын. Энергия жоқ екенін қалай байқап жатырсыз? Көңіл күйім де жоқ, мүлдем. Ештеңкеге зауқым жоқ. Жұмысқа да барғым келмейді. Бір нәрсені істейін десем, оны да өзімді тартып, сүйреп, әрең істеймін. Амал жоқтан. Анализ тапсырып көрдіңіз бе? Анализ тапсырып көрдім, дәрігерге барып көрдім, тоже омыртқаларым да қисайған екен, оны да барып емделіп жатырмын. Ол жақтарда ауыртып жатыр, артқан белі омыртқалар. Қазір өзіңізге жайланып отырып алдыңыз ба? Иә. Бастысы сізге комфорт болсын, иә? Бұл жерде қауіпсіздік бар. Сіздер бұл сұраққа жауап бергім келмейді деп бас тартуға болады. Немесе мына тақырыпты қозғағым келмейді деп айтсаңыздар болады. Яғни бастысы сіздерге, тәніңізге де, жаныңызға да барлығы жайлы болған, иә, бұл жердегі. Және басты мақсат сол сіздердің запростарыңыздың түбірін табу, сол түйінді, түбірді шешу, тарқату. Жақсы, мен сізді түсіндім, Балғаным ханым. Витаминдер бәрі дұрыс. Вроде дұрыс барлығы. Неге ол сұрақты қойып жатырмын? Кейде адамның бойында витамин жетпеу, түрлі бір элементтер жетпеу болуы мүмкін да, медицина жағынан. Ол адам шаршай береді, ештеңеге зауқы болмайды, қан азайып кетуі мүмкін, мысалы, түрлі бір құбылыстар болуы мүмкін. Егер ол жағында барлығы дұрыс болса, және сонда да өмірге деген құлшыныс жоқ, ештеңеге зауқымыз жоқ, сонда бір жата беру, күйреу болып жатса, онда себебін осы жақтан, жан дүниеңізден, психикадан іздеуге болады. Сіздегі процесс қашан басталды? Шамамен еске түсіріп көріңізші. Осыдан бір 2 ай ма сондай. Жиі ауырып бастадым. Ауырған кезде андай өзі болады, насмарк болып ауырған кезде мұрным бітеледі, одан кейін жақсы болып қаламын. Жақсы болғаннан кейін қайтадан уже жазылғанның өзінде қайтадан мұрным бітеледі. Оны дәрігерге барып көрдім, тоже рентгенге түсіп көрейік деді. Бірақ әлі түскен жоқ, осы жақында түсемін. Бірақ сол 2 айдың ішінде әлі сондай да күй. Яғни осы ауырып бастағалы сіз өміріңіздің мәнін жоғалтып алғандай болдыңыз ба? Не істеп жатқанымды, мысалға балаларға бар сабақ беремін ғой, сабақ берген кезде мысалы көңіл күйім жақсы болған сияқты болады, бірақ сабақтан шыққаннан кейін қайтадан уже үйге келгенше андай энергиям бәрі бітіп қалады. Қайда кеткенін білмеймін, белгісіз. Сосын жата берем, сотка шығып жата берем, тұрып жасау керек еді, мынаны жасау керек еді деген сияқты болады, бірақ жасағым келмейді уже. Энергия жоқ. Тұрмыстасыз ба? Жоқ. Тұрмыста емессіз. Қалай демаласыз? Негізі демалғанда өзім андай саяхаттағанды, жан-жақты көргенді жақсы көремін да. Осы уже ауырғалы бері ешқайда шықпадым. Тек қана үйде. Тек қана үйде вообще. Жақсы. Сұрақты басқаша қойып көрейін. Табысыңызды қайда жұмсайсыз? Табысты көбіне сол неге? Өзіме особо жұмсамаймын. Кредит бар, түрлі. Квартирада тұрам, квартираға деген сияқты. Ата-анам сұрайды, ол кісілерге беремін. Ата-анаға да бересіз. Иә.
Үйдің үлкенсіз ба? ортаншысы, екіншісі. Ата анаға не үшін бересіз? Папа жұмыс жасамайды, өзінің шаруашылығы бар да, мал шаруашылығы, особо жұмыс жасамайды. Сосын өзінің кредиттері келіп қалады. Сосын кредитке осындай берсеңдер деп, уже менде зарплата түсіп тұрады, қолымда болады, болған соң қалай енді жоқ деп айта алмаймын, сосын беруге тура келеді. Табысыңыздың қанша процентін бересіз шамамен? Где-то бір 15-20%. Сосын қалғаны кредитке? Иә, өзі кетеді. Қалғаны квартираға? Аха, солай. Тамақ, жол болды, иә? Иә. Құрбыларыңыз бар ма? Құрбыларым дейтіндей жақын құрбыларым особо жоқ. Тек жұмыста, бұрын жұмыс істеген жерде сөйлесетін қыздар бар. Олармен де қатты араласпаймын қазір. Одан басқа қызығушылық, хобби? Тігін тігу, содан кейін түрлі өзі поэзия оқу, видеомонтаж жасау деген сияқты, видеоға түсіру деген сияқты. Әлеуметтік желіні жүргізесіз ба? Жүргіземін, иә. Жүргізесіз. Ертең мына видеоны сіздің оқушыларыңыз көру мүмкін, ықтимал. Көреді деп айта алмаймын, енді олар балалар ғой. Сізге нормально, иә? Нормально. Жақсы. Мен сізден Балғаным ханым, күйреу дейді ғой, жанып кету деп айтады, эмоционалды тұрғыдан, энергия тұрғысынан ресурссыз қалғаныңызды байқап отырған сияқты. Бұны біз выгорание деп айтамыз. Ол туралы ойланып көрдіңіз ба? Көрдім, иә. Не істедіңіз? Әрекет жасап көрем өзім. Мысалға, намазға да тұрамын, намазғадан да сұраймын кәдімгідейші. Бірақ білмеймін, сондай бүткіл еш нәрсе істегім келмейді да. Қолымнан келмей жатыр, бір Алладан да сұраймын. Ар істеп көрдім, бер істеп көрдім, Аллаға да кейбір болады ғой. Қазір не сезініп отырсыз? Тәніңізде не болып жатыр? Андай не болып тұрған сияқты. Қысылып тұр да. Мынаны елестетіп көріңізші. Денсаулығыңызда бәрі жақсы болады. Сосын не істейсіз ары қарай? Қайтадан сол өмірді жалғастырасыз ба, әлде басқаша болғанын қалайсыз ба? Басқаша болғанын қалаймын. Қалай болғанын қалайсыз, мысалы? Қаржылық еркіндікте болғанда өзің қалаған кезде анаңа да әкеңе де барлығына көмектесе алатындай, қиналмай, қысылмай. Тағы? Егер әкеңізге көмектеспесеңіз не болады? Міндеттісіңдер деген сияқты да, сондай қарызсың деген сияқты не бар да, ой бар да. Ол кісі қаншама еңбектеніп бізді оқытты, мысалға, соның барлығын беру керек деген сияқты бір ой бар. Ақыл оқытты ма? Ақыл оқытты. Айтыңызшы, әке дейсіз ба, папа дейсіз ба? Папа. Мен сізге ашулымын. Ол ашуымда? Әдемілеп жауып қоямын. Ыза да бар. Мұң да бар. Боль да бар. Осының барлығын сыртқа шығармай. Ішімде ұстап жүрмін. Көтере алмай жатырмын. Тәнімде көтере алмай жатыр. Омыртқамның өзінде бір ақаулар бар. Бұның бәрін көтеруден шаршадым. Бүгін сізге бәрін айтқым келеді. Әке. Екеуміздің орнымыз ауысып кетіпті. Мен сізге әке болып жүрген сияқтымын.
Мен мұны мойындаймын. Мен мұны мойындаймын. Мені оқыттыңыздар, Мені оқыттыңыздар, өсірдіңіздер. өсірдіңіздер. Оның жауабын басқаша беруім керек еді. басқаша беру керек еді. Сіздерге құда сыйлауым керек еді. Сіздерге құда сыйлауым керек еді. Немере сыйлауым керек еді. Немере сыйлауым керек еді. Қызым күйеуге шықты деген абырой сыйлауым керек еді. Қызым күйеуге шықты деген абырой сыйлауым керек еді. Оның барлығы қолымнан келмей жатыр. Оның барлығы қолымнан келмей жатыр. Ақшамен сатып алуға тырысып жатырмын. Ақшамен сатып алуға тырысып жатырмын. Мен сіздердің махаббатты ақшамен сатып алып жүргенімді мойындаймын. Ақшамен сатып алып жүргенімді мойындаймын. Не болып жатыр сізде? Жүрегімде сәлемдей босады, бірақ қолдарым бәрі терлетіп жатыр. Энергия жүріп жатыр. Келісесіз ба осы сөздермен? Келсем, Өзіңізді іштей жейсіз ба? жеймін. Өте көп жеймін. Күйеуге шықпадым деп. Күйеуге шықпадым деп болсын, басқа да болсын, бір затты істеген кезде бәрін идеалін жасау керек. Идеалін жасамаса, ожандай өзімді жеп бастаймын. Күліп отырғаным, көлеңкенің бірнеше санын түсірдік қой. Бәрі дәл осы бір запроспен келіп жатыр да. Қанша адам болды осы уақытқа дейін. Мен идеал болуым керек. Әке шешемді мен асырауым керек. Немесе оларды мен қуантуым керек. Деген сияқты. Тағы да өзіңізге ашуыңызға қандай себептермен болады? Негізі осы жақында тамыз айында онлайн сабақ түсіріп бастадым. 2 сыныпты түсірдім, нулевой сыныппен, мектеп алды даярлықпен 1-ші класты. Мектеп алды даярлықты мен өзім жүргізіп жүргеніме уже көп жыл болды да, оны жақсы түсірдім. Ал 1-ші сыныпқа келгенде уже тапсырмалар қиындап бастады. Түсіндіргенде уже қиналып бастадым. Сосын басшылыққа да айттым да, бұны түсірмей ақ қойсам деп, басқа апай түсірсе деп. Ол кісі бастаған соң енді сіз аяқтауыңыз керек деп. И ананы түсіре алмаған кезде өзімді уже жеп бастаймын да, неғып мен айта алмай жатырмын, неғып мен істей алмай жатырмын деп. Айтыңызшы, әке. Әке. Мен сіздің орындалмаған армандарыңызды, жетпеген мақсаттарыңызды, өзіңіз жоғары көтере алмаған абыройыңызды, жалпы сіздің өміріңізді мен арқалап жүрмін. Сізді құтқару арқылы сіздің махаббатты аламын деп ойлаймын. Бірақ оның бәрін көтеруге менің шамам келмей жатыр. Мен өз өмірімді ысырып тастап, сіз үшін өмір сүріп жүрмін, әке. Менің өмірімнің мәні сіз болып тұрсыз. Оны мойындаймын. Бірақ сіз үлкенсіз. Мен кішкентаймын. Сіздің алдыңыздағы қарыздарды өтеуге менің құдіретім жетпейді. Мен бірақ нұсқамен анам екеуіңіздің алдыңыздағы қарызды өте аламын. Ол өз өміріме қарау, өмірді ары қарай жалғастыру. Мен қазір артқа қарап бұрылып тұрғанымды мойындаймын. Энергияның кері артқа қарай қайтарғым келіп тұрғанын мойындаймын. Егер мен өз өміріме қарамасам, өзіме қарамасам, күйреп, жанып, жоқ болып кететінді білемін. Және мұны мойындаймын. Қазір не болып жатыр сізде? Басында айтқанда денем әкелеп бастаған кезде мына жақтарыма тіркеніп бастады да, төменге түсіп бастады. Сол жақ па? Бүткіл денем арт жағым. Қазір сізде қандай эмоция болып тұр, қалай ойлайсыз? Мұң ба, ыза ма, қорқыныш па, ашу ма? Мұң бар.
и мындай жындану бар. Ашуланып тұрсыз. Иә. Анаңыз бен әкеңіздің қатынасы қандай болды? Екеуінің қатынасы жақсы. Жақсы болды. Жақсы, иә. Анаңыз әкеңіз туралы не айтатын еді? Особо андай. Қолынан ештеңе келмейді деген сияқты нәрселерін естігенсіз ба? Көп ақша таппайды. Жоқ, ондай заттар айтпайтын. Әкеңізді әлсіз деп кім айтты сізге? Оны құтқару керек. Оны асырау керек. Оның Әпкелерім. қателігін жабу керек. Әкемнің әпкелері. Әкеңіз жалғыз ұл ма? Жалғыз, иә. Айтыңызшы, мен махаббаттың не екенін білмеймін. Мен үшін махаббат өзге адамды әлсіз көру, және оның жанында өзімді күшті сезіну. Бұл мен үшін махаббат. Мен мұны мойындаймын. Мен мұны мойындаймын. Бірақ мен күшті болудан шаршадым. Тәнім демалайық дейді. Тоқтайық дейді. Оның белгілерін тыңдамадым. Енді мені аурумен тоқтатып жатыр. Сіздің тәніңіз шаршады. Тәніңізді ортада тұр деп елестетейікші. Не айтар едіңіз оған? Үнемі өзіңе қарап жүр. Жан жағыңдағы бауырыңа, анаңа, достарыңа қатты беріліп андай уайымдай бермей, өзіңе де бір қарап көрші, өзіңде де бір махаббат, мейірімділік көрші деп айтар едім. Ол сіздің айтқаныңыздың бәрін орындап жатыр. Тәніңіз. Бірақ шамасы жетпей жатыр. Таусылып бара жатыр ол. Айтыңызшы, құрметті тәнім. Мен сені көріп тұрмын. Сезіп тұрмын. Естіп тұрмын. Осы уақытқа дейін менің бар назарым әкемде, анамда болған екен. Сен қанша шаршасаң да, демалысқа зәру болсаң да, күтімге зәру болсаң да, ресурс таусылса да, мен саған мүлде назар аудармай, керісінше сені тоқпақтай беріппін. Жазалай беріппін. Соңғы тамшың қалғанша тоздырыппын. Бәлкім көп жерде сені кінәлаған шығармын тәнім. Мен мұны бүгін түсіндім. Мен сенің белгілеріңді тыңдамағандықтан, сен ауру арқылы тоқтап демалайықшы. Ресурс толтырып алайықшы. Бензин толтырып алайықшы деп шырылдап жатыр екенсің. Оны мен бүгін түсіндім. Тәніңізден кешірім сұрағыңыз келе ме? Иә. Не үшін? Өте қатты жазғыра беремін да, мынаны істемедің, бәр нәрсе болса да. Айтыңызшы, құрметті балғаным. Және менің тәнім. Мен екеуіңнен кешірім сұраймын.
Сендерді әбден шаршатып, сендерді әбден шаршатып, әкемді асырау керекпіз, әкемді асырау керекпіз, өзгелерді құтқару керекпіз. өзгелерді құтқару керекпіз. Біз күштіміз, Біз күштіміз, күшті болуымыз керек. күшті болуымыз керек. Қасық қанымыз қалғанша Қасық қанымыз қалғанша шыдауымыз керек, күресуіміз керек деп, шыдауымыз керек, күресуіміз керек деп, сендерді қатты қинап келіппін. сендерді қатты қинап келіппін. Сендерге не керек? Сендерге не керек? Нені қалайсыңдар? Нені қалайсыңдар? Мүлде ойламаппын. Мүлде ойламаппын. Мұны мойындаймын. Мұны мойындаймын. Жалпы мен ата-анаға көмектесу деген нәрсеге қарсымын. Қазір көрермендер неше түрлі пікірді жазуы мүмкін. Пікір жазып кетіңіздер, ашықпыз. Пікір алмасайық. Ол ата-анаға қарамай қуып жіберу емес, далаға шығарып жіберу емес, немесе алып жатқан кезінде қарамай қою емес. Әрине, егер денсаулығы болмаса, зейнетке шыққан болса, немесе түрлі себептер бар, мүмкіндігі шектеулі болса, оны балалар асырау керек болады. Десе де, аяқ қолы бүтін, жұмысқа жарамды ата-ананы балалардың асырауына қарсымын. Өзі аяққа тұрып кеткенше, өзінің баспанасын, тұрақты табысын, жалпы өзінің өмірін реттеп алғанша, егер ата-анаға қарай біз тапқан тиынымыздың бәрін беретін болсақ, біз онда дымсыз қаламыз, көпке бармай қураймыз. Ата-анамыз, оның ата-анасы, біздің ата-бабамыз, ата-тегіміздің барлығы тереңге жайылған тамыр. Ол тамыр жердің нәрін алып, талдың діңгегімен жоғары қарай көтеріледі. Сол кезде ғана жеміс болады, білесіз. Сол кезде ғана жапырағы көктейді, ол жайқалады. Ал егер ол тамырдан көтеріліп келе жатқан нәр, құнар, жердің энергиясы артқа қарай қайтатын болса, мына жақта жеміс. Мына жақта жеміс болмайды. Сізде дәл сондай ситуация болып жатыр. Егер жеміс көп болса, ол бәрібір жерге түседі. Және ол удобрение деп айтамыз ғой, қайтадан құнар болып шіріп, жерге жапырағының барлығы қайтадан ол тамырына қарай қайтады, ол құнардың бәрі, білесіз. Сондықтан адам өзі аяққа тұрып, өзінің қолы өз аузына жетіп, өзінің жай-күйін реттеп алып, артылып жатса, онда ата-ана, бауырларың бәрін қуантуға болады. Ал егер мен болмасам, әкем өліп қалады, мен болмасам, анам күн көре алмайды дейтін болсаңыз, онда сіз оларды әлсіз көргеніңіз. Өзіңізден кішкентай көргеніңіз. Мен ғана күштімін, мен ғана жасай аламын. Не болып жатыр сізде? Жүрегім бәрі жеңілдеп, кәдімгідей сондай. Терім бәрі шықты да, кәдімгідей жеңілдеп қалдым маған қарағанда. Айтыңызшы, әке. Әке. Осы уақытқа дейін. Сіздің тағдырыңызды мойындамадым. Сіздің тағдырыңызды мойындамадым. Сіздің күшіңізді мойындамадым. Сіздің күшіңізді мойындамадым. Сіздің бойыңыздағы еркектік күш қуатты мойындамадым. Мен үшін ер адамды мойындау өте қиын. Мен үшін ер адам үнемі әлсіз. Себебі бұл ата тегімнен келе жатыр. Мен мұны туыстарымнан үйренгенмін. Қанымда бар. Ер адамның мықтылығын мойындай алмасам, үнемі одан күшті екенімді дәлелдегім келеді. Және оған ешбір ер адам шыдамайды. Мен мұны бүгін түсіндім. Мен өзімнің әйел деген орнымнан, перзент деген орнымнан тайқып кеткенімді мойындаймын. Әке, мен сізді әлсіз көрдім. Бәлкім анамның көзімен қарадым. Бәлкім сіздің әпкелеріңіздің көзімен қарадым. Бәлкім ата-әжемнің көзімен қарадым.
бәлкім ата әжемнің көзімен қарадым. Бүгіннен бастап мәңгілікке Бүгіннен бастап мәңгілікке мен сізге перзент көзіммен қараймын. перзент көзімен қараймын. Мен кішкентай кезімде сіз өте мықты едіңіз. Күшіңіз көп болатын. Сізден мықты еркек жоқ болатын. Мен мұны ұмытып кетіппін. Бүгіннен бастап мәңгілікке мен мұны есіме сақтаймын. Сіздің күшіңізді мойындаймын. Сіздің мықтылығыңызды мойындаймын. Сіз өзіңізді өзіңіз асырай аласыз. Мәселеңізді шеше аласыз. Ал мен өз өміріме қараймын. Өз тәніме, денсаулығыма, арман мақсаттарыма, жобаларыма қараймын. Әке, мен сізден күш қуат аламын, ресурс аламын. Себебі сіз менің артымда тұратын асқар тауымсыз, қорғанымсыз. Мен сізді әлсіз көрсем, өзімді қорғансыз сезінем. Ал сізді мықты көрсем, күшіңізді мойындасам, мен үнемі қорғалып жүремін. Не болып жатыр сізде? Өзіме андай бір күш пайда болған сияқты, жүрегіме, денеме кәдімгідей. Егер біз ата-анадан жоғарымыз, олар кішкентай дейтін болсақ, автоматты түрде ата-әжеміздің біреуінің орнына түсеміз. Ата-әжеміз қартайған адамдар. Бәлкім олар өмірден өткен болуы мүмкін, немесе санаулы өмір қалған болуы мүмкін, әртүрлі жағдай. Бірақ ол жерде тек қарттықтың күш қуаты үнемі минусқа кетеді. Бала туылады, оның энергиясы шарықтау шегіне жетеді, сосын қарттыққа қарай минусқа кетеді. Яғни біз әке-шешемізден мықтымыз, оны асыраймыз, оған ақыл үйретеміз, өмір үйретеміз, ненің дұрыс екенін айтамыз дейтін болсақ, біз бірден қартайып кетеміз. Ал қарттықта энергия жоқ, күш қуат жоқ. Түсіндім соны. Запросыңызға оралсақ, жауабын алдыңыз ба? Жауабын алдым. Өзімді жеңіл сезініп, күшті сезініп қалдым кәдімгідей. Сізге мынадай тапсырма. Тәніңізге алғыс хат жазыңызшы. Ол не үшін? Ол іштегі көптеген эмоцияларды, сезімдерді оятады. Терапиялық әсер береді. Терапияның өзін алмастыра алмайды, бірақ терапиялық әсер береді. Пунктке бөліп жазсаңыз да болады, мысалы 100, 200 деген сияқты, тәніңізге рахмет айту, оны мойындау. Сіз оны зорлап әр жаққа сүйресеңіз де, тоқтатпай дедектетіп, ол шыдап тұр екен. Яғни алғыс жазыңыз. Одан кейін мүмкіндік болса, әкеңізбен сөйлесіңіз. Ер адам болса, бір сәрі қыз баланың әкесін асыраймын деуі, онда сіздің өз өміріңіз болмайды. Отбасыңыз болмайды, білесіз, сіздің бала шағаңыз бар уже, ұлыңыз бар, ана болып тұрсыз да, ұлыңыз ол әкеңіз болып тұр. Асырау керекпін, соны қалайда, осы бір бұзық бола береді, әйтеуір бірдеңеге кіретте жүреді деген сияқты неше түрлі ой болады ғой, баласын уайымдайтын аналардың ойы. Сондықтан әкеңізбен сөйлесіп көріңіз, ұрысып емес. Папа, мен сіздің мәселелеріңізге осылай қаржылай көмектесуге мүмкіндігім болмайды деп. Бәлкім сіз ол сұрамай жатып өзіңіз жүгіріп кететін шығарсыз, бәлкім. Папа мені балалардың ішінде мені қаттырақ жақсы көрсін деген сияқты. Ондай нұсқаны да ойланып көріңіз, әкеңізбен сөйлесіңіз, саралаңыз және арман мақсаттарыңызды жазыңыз. Қағазға түсіріңіз, өйткені жазып отырғанда көптеген жүйке талшықтары іске қосылады, миымызға түрлі идея келе бастайды. Жалпы қозғалыс болады денеде, көптеген ой келеді, көптеген идея келеді, көп нәрсе еске түседі. Тоқтамай жаза беріңіз. Жазуды осы эмоцияларыңызды шығаруда әдетке айналдырыңыз. Өйткені сізде андайда, мен бала шағамды асырауым керек, маған жылауға болмайды, күлуге болмайды, қазір босаңсуға болмайды, алға деп бір андай соғыстың ішінде жүрген адам
еш босаңсымайды ғой, біреу өлтіріп кетуі мүмкін, ұйқысы да дұрыс болмайды. Сондай сияқты қатайып алған сияқтысы да, оны жіберу керек. Ақырында эмоцияларыңызды шығаратындай нәрселерді жасауды бастау керек. Күнделік жазу, ойыңызды жазу, бәлкім арман мақсаттарыңызды жазып отырып, бір қуану, түрлі бір үміт деген сияқты нәрселер пайда болуы мүмкін. Қолға алыңыз, иә? Және сізден видео күтеміз. Жақсы, рахмет. Рахмет. Көлеңкеге Өскеменнен арнайы келіп отырған қонағымыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Алматыға келдіңіз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Есімім Ерболат. Өскемен қаласында студентпін, ауылдың баласымын. Студент? Иә. Жасыңыз нешеде? Жасым 23-те. 23-те. Өскемен қаласында оқимын. Студентпін, ауылдың баласымын, ауылдан шыққан. Қандай запроспен келіп отырсыз? Запросым осылай, кез келген қарым-қатынас, келген қарым-қатынаста аяғына дейін баруым керекпін. Мысалы, бірдеңке, бір арада түсініспеушілік болса, маған ол кедергі емес. Жоқ, жарайды, бұл ешкім идеал емес қой, мен до конца бару керекпін деген менде ой болады дағыны. Сосын аяғына дейін барам деп, бірақ тупикқа тіреліп, соңында бір опық жеп қалатын сәттер болады. Кез келген қатынас деп сіз нені айтып жатсыз? Мысалы, ата-ана мен баланың арасындағы, дос пен достың? Жоқ, ата-ана мен баланың арасында емес, қыз бен жігіттің арасында, және де достардың арасында, ағайындардың арасында. Соңына дейін алып барам деп, не болады сонда? Нәтижесінде мен ойлағандай болмайды түбінде. Көңіліңіз қалады? Көңілім қалады, иә, нәтижесінде сондай. Ал сіз нені қалайсыз? Бәрі жақсы болғанын қалаймын. Мен ойлағандай бастапқыда қалай бәрі жақсы болса, әрі қарай солай болғанын қалаймын. Мен мысалы жақсы қарым-қатынас көрсетіп жатсам, мен түсінігім бойынша ол да маған тура сондай қарым-қатынас көрсету керек. Ал көрсетпей қалса, енді ол кішкене маған қиын. Жақсы. Ерболат, көзілдірікті қай уақыттан бастап кие бастадыңыз? Көзілдірікті 1,5 жыл болды. 1,5 жыл. Қандай оқиға болды? Оқиға қатты бір оқиға болған жоқ. Андай бір ойынды жүргізіп бастаған мен. Бір жобаны бастағам. Сол жобаның аясында енді әшейін тағып бастадым, сосын өзіме ұнап кетті. Сосын айналымнан да жақсы комплименттер, жақсы жарасады деген естідім, сосын тағып кеттім. Бұл жай сән үшін ба? Ну, иә. Зрениенікі емес. Зрениенікі емес, иә. Бірақ мен жақыннан көрмеймін. Алыстан жақсы көремін, алыстан өте жақсы көремін, бірақ жақыннан көрмеймін. Кішкене бұлдырлайды жақыннан. Өте қызық. Өте қызық. Жақсы. Айтыңызшы. Мен өмірге. Қайталаңыз. Мен өмірге. Өмірімдегі қатынастарға. Өмірімдегі қатынастарға. Қарағым келмейді. Шындықты көргім келмейді. Менің құрып алған иллюзиям бар. Сол иллюзиямның ішінде. Өмір сүруді қалаймын. Мен мұны мойындаймын. Не болып жатыр сізде? Бір қалыпты, бірақ жаңағы сіз айтқан процесс сөзбен енді ондай емес. Айтыңыз, мен адамдардан. Қатынастан. Менің иллюзиямдағы. Менің ойымдағы. Әрекеттердің. Сөзді. Күтемін. Олар бермейді. Бермеген соң көңілім қалады. Мен жақын қатынастан. Білезістан. Барынша қашам. Мұны мойындаймын. Жаңағы біріншісін мойындаймын, екіншісін мойындамаймын. Жақсы. Не болып жатыр қазір сізде? Жаңа біріншісін айттыңыз ғой. Нені? Андай, мен ойлағандай болмаса көңілім қалады деген. Оны мойындаймын. Соны айтқан кезде андай дікат етті. Қай жеріңізде дік етті?
мына жақта жүрегімде емес, бірақ та мына жақта шамамен ішімде. Аха. Ал мені мойындамайсыз? Мойындамайсың дегенде енді жаңа екінші айттыңыз ғой, не андай адамдардан нету жаңағы дәмету ма, сол сияқты. Оны енді ондай процесс жоқ менде. Жақсы. Идеал болуың керек, былай болуың керек деген, немесе менің күткенімді орындауың керек деген талапты кім көп айтатын сізге? Сен жігітсің ғой, еңсеңді көтеріп жүр, жылама, жігіт деген жыр тыңдамайды, күлме, мынандай бір образдарға сай бол деп. Бізде қазақ жігітінің образы бар. Сауыт сияқты соны кигізіп қойғымыз келеді да. Кім айтатын, әкеңіз ба, анаңыз ба? Екеуі де етпейтін тұғын, сондай ешқандай тема, мүлде. Айналамнан да ондай не істеген жоқпын, шын айтамын. Онда кімнен үйрендіңіз? Адамдарға солай менің ойымдағыдай болыңдар деп айтуды біреуден үйрендіңіз ғой сіз? Жүре келе қалыптасқан шығар, бірден үйренген жоқпын. Қазір сізде не болып жатыр, Ерболат мырза? Сол жақ қолым дірілдеп жатыр. Қазір неден қорқып отырсыз? Білмеймін, шын айтсам, бірақ та мына жағым дірілдеп жатыр, әйтеуір соны біліп тұрмын ғой, әйтеуір. Сізбен қарындасыңыздың арасы қанша жас? 12 жас, 12 жыл. 12 жыл. Яғни сіз кенже болдыңыз? Мен кенже болдым, 12 жыл қарындасым. Енді біріне... Қарындасыңыз туылғанда сізде не болды? Қарындасым туылғанда ма, шын айтса, жақсы сезім болды. Ол менен кейін 12 жылдан кейін туылды ғой. Қарындасым үйге кірген кезде жақсы әлі күнге шейін мен оны, менің өмірімдегі ең қымбат жан сол қарындасым. Қазірге дейін солай. Әлі күнге дейін ең қымбат жан мен үшін ол қарындасым. Былтыр айтайын ба? Айта бер. Былтыр мынандай нәрсе болды, жаңағы қатты ауырып, негізі оның алдында бір 2-3 жыл алдын ауырып жүрген тұғым. Тоже арқам, позвоночник, белім ауыратын тұғым. Сонымен больница тәуіп жағалап, сөйтіп неместеп, әйтір бір кісі жақсылап, кішкене орташа қылдырып емдеп берген. Сосын желтоқсанда ете алмай қалдым, прям қозғалтпай сөйтіп неместеп қалды. 3 күн 4 күн сол қатты ауырып қалдым. Белім ауырыпты ше. Сонымен больницаға қаралып, олар да дұрыс диагноз қоя алмай сөйтіп неместеді. Сол кезде бір не аппаратқа түсірген кезде 60% жұлынның тарылуы деп неме шығарып берді. Сосын омыртқаның қисаюы деп шығарып берді. Сосын грыжалады деп шығарып берді, 3 грыжа деп. Сосын әйтір Астанаға жақсы бір неге барып, клиникаға барып қаралған тұғым. Сол кезде қазір жақсы? Иә, қазір өте жақсы. Айтқыңыз келмей отыр? Зорлықпен айтқызып көрейін ба? Айтқызып көрейін. Қалжыңдаймын, зорлық жоқ, әрине бас тартуға болады. Аха. Әке тақырыбын ақтарғым келіп тұр. Әкеңізбен қалайсыз шын мәнісінде? Өте жақсы. Айтыңызшы, папа, әке дейсіз ба, не дейсіз? Папа. 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 Мен сізге айтарым көп. Мен сізге айтарым көп. Айтқыңыз келеді. Терең демалыңыз. Сағындым деп. Әкеңіз қайда? Қайтыс болған. Қанша уақыт болды? Көп болды ма? 5 жыл болды. Айтыңыз, папа. Папа. Мен сізге қатты ұқсағым келеді. Мен сізге қатты ұқсағым келеді. Бірақ қолымнан келмей жатыр. Мен сіз сияқты әрекет етемін. Бірақ адамдар неге? Мені сіз сияқты көрмейді. Мен өзіме
мен өзіме өз шындығыма, өз шындығыма, өз өміріме қарағым келмейді. өз өміріме қарағым келмейді. Мен сіз сияқты болғым келеді. Мен сіз сияқты болғым келеді. Мұны мойындаймын. Мұны мойындаймын. Солай ма? Иә. Әкеңіз қандай еді? Немен айналысты? Салфетка бар. Әкеңіз туралы айтып беріңізші. Өмір бақи маған қараған. Екеуіңіз жақын болдыңыздар ма? Өте жақын. Айтыңыз, әке. Папа, Папа, мен сізді мен сізді барлық адамнан іздеп жүрмін. барлық адамнан іздеп жүрмін. Сіздің орныңызды ешкім баса алмай жатыр. Сіздің орныңызды ешкім баса алмай жатыр. Барлық қатынастан іздеймін. Барлық қатынастан іздеймін. Мен сізді әлі күнге сағынамын. Мен сізді әлі күнге сағынамын. Әлі күнге толық қайғырмадым. Әлі күнге толық қайғырмадым. Шерім толық тарқамады. Шерім толық тарқамады. Адамдар мені тастап кете ме деп қорқам. Сіз сияқты. Сіз сияқты. Сондықтан барлық қатынастан мені тастап кетпеуін, маған қатты назар аударуын, сіз сияқты қарауын барлық адамнан күтемін. Бірақ олар жасамай жатыр. Мұны мен бүгін түсіндім. Thank you, Mom. Қазір не сезініп тұрсыз? Очки неге таққанын түсіндім. Неге таққан екенсіз? Көргім келмепті. Өз иллюзияңызда? Өз иллюзиямда? Жоқ, мен сізге айтып жатырмын, өз иллюзияңызда. Өз иллюзияңызда? Әкеңіз жібергіңіз келмейтін сияқты, иә? Жібергім келмейді. Білдім. Жаңа мойындамайын деп жатқан едіңіз. Қазір не сезіп тұрсыз? Анау бір денеңе бір ине болмаса андай ауылда жүрсіз ғой, енді бір тікенек кіреді ғой. Соны бір бүйтіп суырып алған сияқты болып тұр. Жеңілдеп қалдыңыз ба? Жүрегімде тұрған екен ғой сол ине, оказывается. И сол инені суырып болған ғой. Соны суырып алған сияқты болып тұр. Но енді орнын біте бір көрдің. Сізге рахмет келгеніңізге. Менде де мурашки болып жатыр. Алғысым шексіз. Келгеніңіз үшін. Сіз сияқты әкесіне ұқсағысы келетін, немесе әкесіне ұнағысы келетін, немесе әкесін жібергісі келмейтін өте көп ер адам бар. Оны айта алмайды. Бірақ сіз айттыңыз. Және сол арқылы қаншама көрерменге сеп болып жатсыз. Рахмет. Сізге рахмет. Айтыңызшы, әке. Әке, папа. Папа. Мен сіздің тағдырыңызды құрметтеймін. Құдайдың жазғанына мойынсынамын. Жатыр. Құдайдың жазғанына мойынсынамын. Және мен сізді жіберемін. Екеуміздің арамыздағы байланыс үзілген жоқ. Мен сіздің қаныңыздан жаралғанмын. Мен сіздің жалғасыңызбын. Менің қанымдағы әрбір клеткада сіз барсыз. Менің жүрегім соғып тұрса,
менің жүрегім соғып тұрса, бойымда қан айналып тұрса, бойымда қан айналып тұрса, ол сіз. ол сіз. Сіз менің үнемі жанымдасыз. Сіз менің үнемі жанымдасыз. Және мен сізді, Және мен сізді, сіздің берген қанды, сіздің берген қанды, сіз берген текті сіз берген текті ұрпағыммен ары қарай жалғаймын. ұрпағыммен ары қарай жалғаймын. Сіз менің өмірімде барсыз. Сіз менің өмірімде барсыз. Менің бойымда барсыз. Менің бойымда барсыз. Енді маған сізді Енді маған сізді өзгелерден іздеудің қажеті жоқ. өзгеден іздеудің қажеті жоқ. Осы күннен бастап мәңгілікке Осы күннен бастап мәңгілікке өзге адамдардың шынайы болмысын, өзге адамдардың шынайы болмысын, шынайы сезімін, шынайы сезімін, шынайы қалауын шынайы көруге, қалауын көруге, оларға рұқсат етуге, оларға рұқсат етуге, оларға орын беруге, оларға орын беруге, оларды түсінуге, оларды түсінуге, қатынас орнатуға қатынас орнатуға өзіме рұқсат етемін. өзіме рұқсат етемін. Бұл менің таңдауым. Бұл менің таңдауым. Қалайсыз? Нақты бәріне бүйтіп шығып жатыр ма, бір әсеп отыр. Жіберіңіз. Кездескен сияқтымын, бір қарап құшақтаған сияқтымын. Әкеңіз сіздің бойыңызда бар. Сіз әкеңіздің жалғасысыз. Қаныңызда бар. Араңыздағы байланыс ешқашан үзілмейді. Текпен келген, қанымен келген, ДНК-мен. Запросыңыздың жауабын алдыңыз ба? Алдым. Бұл жердегі мәселені айтайыншы, сізге несі қауіпті? Сіз әкеңізді жібермеген кезде, шерді, қайғыны шығарып, бұл ақиқатпен кездеспеген кезде, көрмеген кезде, өзге адамдармен де қатынас құру қиын болады да. Олар да сізді тастап кететін сияқты контрольда ұстауға тырысасыз, немесе ойыңыздағы жаңа өзіңіз айтқандай менің ойлағандай болу керек деп оны папаны күтуіңіз мүмкін, әртүрлі жағдай болады. Бұл жердегі ендігі қадам әкенің өмірден өткенін, бірақ сіздің қаныңызда бар екенін, және алдыңыздағы адамдар басқа адамдар екенін, олардан әкені іздеудің, әкенің қатынасын іздеудің қажеті жоқ екенін өзіңізге үнемі еске салуға тырысыңыз, иә. Әрине, осы мәселе бойынша басқа мамандармен жұмыс істесеңіз, терапевттермен ары қарай терапия алсаңыз, осы мәселеге қарай бастасаңыз, жақсы болар еді, қаласаңыз әрине. Және сізге мынадай тапсырма бергім келіп отыр. Өміріңіздегі жақын қатынастар бар ғой, мысалы қыз, дос, сүйіктіңіз, тағы не әріптестер, әртүрлі, солармен ашық сөйлесу. Яғни осы мәселені талқылап көріңіз. Осы уақытқа дейін мен әкем сияқты жақын адам кетіп қалады деп қорыққан екен, немесе мен әкемнің осындай қатынасын іздеген екенмін, үнемі маған қолдау білдіретінін, жақсы сөз айтатынын, уақытша мен осы күйден шығып кеткенше осындай нәрсені жасай аласыңдар ма, маған маңызды деп, яғни сіз айналаңыздағы қатынастар арқылы емделсеңіз де болады, бірақ ашық сөйлесу керек болады. Ол шынайы емес болып қала ма? Көріңіз, иә, оны жасамауға да болады. Шын. Запросыңыздың жауабын алдыңыз ба? Алдым. Осыдан кейін біраз тынығып өзіңізге келіңіз, тағы да ойланыңыз, иә. Сосын жаңағыдай достарыңызбен сөйлесіп көріңіз. Одан кейін сізге мынадай сұрақ қойғым келеді, және тізім жасап көріңіз. Сіз әкеңізден бөлек, әкеңізбен қатынасты өте жақсы білесіз ғой, әке мен баланың. Одан бөлек сүйіктіңізбен, достарыңызбен, әріптестеріңізбен қандай қатынас құрғыңыз келеді? Соны шамамен тізіп жазып көріңіз, иә. Ол сізге қалай жасағанын қалайсыз, сіз оған, мысалы, сүйіктіңіз, қыз баласы ретінде, достарыңыз, болашақта сіздің де балаларыңыз болады. Онымен қалай болады деген сияқты осы бір практиканы жасап көріңіз, және әкеңізді алғыспен жіберіңіз. Алғыс айтқан кезде адам жібереді. Әкеңізге тіпті бір хат жазсаңыз да болады. Әке, мен сізден мынандай нәрселерді алдым. Әкеңіз қалдырған мұралар. Ол әрине дүние, мүлік емес, бойыңыздағы қабілеттер. Әкеңізге қай жерлеріңіз ұқсайды, соны тізіп жазып, менде бар, мен әкемнің жалғасымын деп мойындағанда сізде көп нәрсе өзгереді. Мен оны жіберейін десем, жіберсем,
ұмытылып қалатын сияқты болып көрінеді. Санамнан, ойымнан, немен бәрі. Ал жібермесем, үнемі есіме салып тұрса, мені бір алға бір нәрсе күш жетелеп тұратын сияқты. Оның атқан, енді ол больницада болғанда қайтқан, оны жаңа жеңгем оған мен папым жеңгесі, то есть сол кісіге айтқан сөздері, өсиеттері маған айтқан, бәрін мен сол арқылы, жібермеу арқылы, еске салып тұру арқылы нететін сияқтымын, алға жүретін сияқтымын өзіме. А жіберсем, онда оның бәрі ұмытылып қалатын сияқты, өзім бетімен кетіп қалатын сияқты болып көрінемін өзіме. Бұл күйдің болуы қалыпты жағдай, бірақ ақырында бұл қатынастан басқа қатынастарды көре бастаңыз. Яғни сіз бұдан басқа қатынасты көрмей тұрған сияқтысыз да? Өзгелерден ештеңе күтпей, моменте деп айтамыз ғой, яғни бір шынайы еш нәрсе күтпей, ойыңыздағыдай болсын демей қатынас құруды бастап көріңіз. Сіздің ойыңыздан кетпейді, ол біздің жадымызда бар, үнемі болады. Тек осы бір қайғыру, шер шығару, сол процесті қазақтардың өзі қазадан кейін 1 жыл жоқтауға арнаған, 1 жыл қайғыруға арнаған да. Кәдімгідей ол қара жамылып тұрып, күндіз түні жылайтын болған. Одан кейін ғана ол адамның шері шығып, өмірге қайта оралады. Анау жоқтаған, кеткен адамды жібереді деген сондай бір өзінің дәстүрі бар. Жылы өткенше бір нәрсе болмайды деп айтады бізде, иә. Яғни сіз бұл қайғыны шығару керексіз және бүгін алғашқы маңызды қадам жасадыңыз. Сол үшін алғысым шексіз. Сізге алғысым шексіз. Көп рахмет. Сіз білсеңіз, осы бір өзіңіздің процесіңізбен бөлісу арқылы қаншама жанға көмектеген. Көп рахмет. Құрметті көрермен, өте терең, өте маңызды, өте әдемі тақырыпты қозғадық. Жалпы көлеңкеге келіп қатысатын, шынайы өзінің оқиғасымен, шынайы эмоциясымен, шынайы жай күйімен бөлісетін әрбір қатысушыға алғысым шексіз. Және сіз де, құрметті көрермен, осы көлеңкенің қатысушысы, кейіпкері бола аласыз. Бізге хабарласыңыз, өзіңіздің мәселеңізбен келіңіз, талдаймыз, талқылаймыз және сол бір түйінді өзіңізге ауыр болып тұрған жүкті сұрақты жіберуге тырысамыз. Видео ұнаса, талдау ұнаса, пікіріңізді күтем. Лайк басыңыз, жақындарыңызбен бөлісіңіз, әкесін сағынатын, әкесін іздейтін жандармен де бөлісіп қойыңыз, бәлкім оларға да өте көп түсініп келетін шығар. Келесі видеоларда кездескенше құшақтадым. Бізде құшақтасайық. Сәлеметсіз бе, Эльвира ханым, қалыңыз қалай? Келіп жеткен жаңа жылыңызбен көлеңке бағдарламасынан кейінгі өзімнің күйіммен бөліскім келіп тұр. Үйге берілген тапсырма, біріншісі тәніңізге алғыс хат жазу, ол орындалды, және екінші тапсырма әкеңізбен жеке сөйлесіңіз. Өкінішке орай бұл тапсырманы орындай алмадым. Бірінші тапсырманың өзінде менде нәтиже болып жатыр. Басында келген кезде омыртқам ауырып, шаршаңқы болып, ұйқым келіп, депрессияға түсіп, сондай күйде, жүрек тыныштығы жоқ күйде болған болатынмын. Қазір өзім байқаймын, дұға оқыған кезде де, басқа уақытта да жүрек тыныштығы бар, және де бұрынғыдай қарағанда шаршаңқы емес, депрессия қатты түспей, өзімнің күйімді, сондай жақсы күйімді тапқаныма мыңда бір алғыс сізге. Сол талдаудан кейін, сол түсірілімнен кейін менің өмірімде кәдімгідей өзгерістер болды. Өзімнің бір көлеңкелі түсіммен бет-бет кездесе алмай, кездесуден қашып жүресің ғой, өзің білесің, бірақ мойындағың келмейді. Өзімнің бөлімді, жүректегі бөлімді Эльвира ханымды тануға, түсінуге маған көмектесті, мүмкіндік берді. Сол үшін Эльвира ханымға алғысым шексіз. Эльвира ханымның тапсырмасы болатын маған деген жаңағы сол бөлді, сол адамды жібере алмауды қағазға түсіріңіз, жазыңыз. Сол кезде ол жеңілденесіз деген. Мен ол тапсырманы орындадым. Расымен де көмектесті. Көп алғысым шексіз. Алдағы уақыттағы көлеңкенің түсірілімдеріне барыңыздар, міндетті түрде жеңілдену, өзіңізбен өзіңіз рахаттану сезінесіз. Оқырмандарыңыз, көрермендеріңіз көп болсын. Халыққа, адамзатқа жалпы пайдасы тиіп жатқан мықты маман деп білемін сізді. Алғысым шексіз сізге.